Сәлем достар, бүгін мен сіздерге кереметтей салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл салат өте тойымды, ең бастысы 3 қана ингредиенттен тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізге піскен ет және қуырылған жұмыртқа, тұздалған қияр, майонез ғана қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны осылай саламыз. Үстіне тұз, бұрыш қосып жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін тапамызды жақсылап майлап, жұмыртқамызды қуырып аламыз. Яғни бұны омлет түрінде де жасауға болады. Үстіне сүт қосып, мен осылай қуырып алған болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезекте біз кезекпен кезек барлығын соломкілеп турайтын боламыз. Бірінші тұздалған қияр, бұны яғни ұзынша етіп соломкілеп турадық. Осылай турап аламыз. Бұл өте қарапайым салат. Бұл салаттың құрамында ет болғандықтан өте тойымды, кез келген уақытта жасап көрсеңіздер болады. Не осы құрамның барлығын турап, бір жерге, бір ыдысқа осылай жинақтайтын боламыз. Піскен етті де солай ұзынша етіп, осылай турап шығып, ыдысымызға барлығын жинақтап, үстіне майонез құйып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Кез келген уақытта қонағыңызға немесе ас мәзіріне ұсынсаңыз болады. Өте тойымды салат. Ыдысымызға үстіне петрушка және әртүрлі көк шөптермен безендірсеңіз де болады. Көріп тұрғандарыңыздай бізде әдемі салат шықты. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.